Армысың қазақ елі, менің аты жөнім Нұрдәулет Мұңалбаев, мен Қазақ-Британ техникалық университетінде бірінші курс студентімін. Бүгін мен тағдыр роман туралы айтатын боламын. Көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға негізделген. Шығарма 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы Цинь империясының кезіндегі қазақтардың өміріне арналған. Ол Цинцзянь аймағы, яғни Шыңжаң аймағы Шәуешек жерінде өтеді. Бұл жер екі алпауыт мемлекет Ресей мен Цинь империясының арасындағы шекара еді. Шығарманың бірінші жол торап бөлімінде осы шекараны тарту жұмыстары жүреді. Осы Шәуешек, Тарбағатай, Алтай аймақтарында қазақтың Найман, Керей, Уақ деген тайпалары бұрыннан өмір сүрген. Және шекара тартылған соң біреуі Қытайға, біреуі Ақпатшаға қарап қалады. Және оқиға осы шекара тұсында өрбиді. Цинь империясында қалған қазақтардың құқығы шектеледі. Олар малмен айналысатын еді, ал тоған су, бұлақ дегендер осы Сібе Солаң жұрты, яғни халдайлардың қолында болды. Осы халдай деген ұлт, олар салық төлемейді, оларда мол байлық пен шексіз билік бар. Ал қазақтарға көп салық салынатын еді. Сары ноқта, қан бажы, қара шығын, бұл нағыз әділетсіздік еді. Оқиғалар барысында біз тек сыртқы саяси жағдайда ғана емес, қазақ қоғамының ішкі жағдайында көреміз. Руаралық қатынастар, билікке талас, жеке мүдде мен халық мүддесінің қақтығыстығы, осының бәрі шығарманың негіз желісіне айналады. Билікке талас анық көрінеді. Әр рудың басшылары бас үкірдай болғысы келеді. Үкірдай дегеніміз ол тайпалардың ең жоғарғы басшысы. Сол үшін жағымпаздық, парақорлық, бірінің үстіне ар жазу, жамандау, тіпті оны өлтіруге дейін барады. Көре алмаушылықтың қазақтың үлкен қасірет екенін біз осы шығармадан көре аламыз. Қазақтардың саясатпен ешбір хабары болмайды, және сол кездегі Цинь империясында бірнеше көтерілістер мен соғыстар болып жатыр еді. Мысалы, ихитуншылар көтерілісі, Қытайдың Апин соғысынан жеңілісі, жапондардан жеңілісі, және Еуропа елдеріне 450 миллион лян контрибуция төлеп отыр еді. Қазақтар тек өз малын бағып, өз өмірін сүріп жүреді. Мінекей, олар саясатты білген жоқ. Және қазақтар сол аймаққа жаңадан медреселер, мешіттер салады, балам біліміне көңіл бөліп жатыр еді. Егіншіліктің де қыр-сырын сол кездерде үйреніп жатады. Бұл кезең қазақтар үшін жаңа кәсіптің, егіншіліктің бастамасы еді. Шығарманың негізгі идеясы не? Автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Тағдыр романына бұл тек бір адамның немесе бір тарихи оқиға емес, бұл сол кезеңдегі Шәуешектегі қазақ қоғамының толық көрінісі деп айтсақ болады. Негізгі идея халық пен жеке адамның тағдыры, әділет пен әділетсіздік, ішкі руаралық қақтығыстар мен сыртқы қысым арасындағы күрес. Шығарма авторы арқылы біз нені көре аламыз? Билікке талас, парақорлық, көре алмаушылық, бұлар қазақ қоғамында ең үлкен мәселелердің бірі. Темежан секілді кейіпкерлер арқылы біз адамның адалдығы, әділет үшін күрес басты қағида ретінде көрсетіледі. Сонымен қатар романның идеясы бұл халықтың бірлігін сақтау, дәстүр мен мәдениетті қорғау, әділеттікті орнату. Автор бізге нені көрсетеді? Шекара тарту немесе сыртқы қысымнан көрі халық ішіндегі тартыс, рушылдық, өз мүддесін басты деп санау қаншалықты қауіпті екенін көрсетеді. Негізгі романның басты идеясы адамгершілік, батылдық, әділет, ұлттық сана мен рухани құндылықтарды сақтау. Әр кейіпкер арқылы автор әртүрлі жолдарды көрсетеді. Кейбірі әділдік үшін күреседі, кейбірі жеке мүддесіне беріліп, қоғамға зиян келтіреді. Сондықтан тағдыр романы бұл тек тарихи оқиға емес, адамдық мінез, моральдық таңдау және халық тағдырын ойлау туралы терең сабақ. Шығарманың басты кейіпкерлері кім? Олардың бейнесін анықта. Шығарманың басты кейіпкері ол Демежан Керімбайұлы. Ол 1860 жылы туылған және Шиямбы деген кісінің қолында тәрбие алған. Шиямбы деген сол Шәуешектің әкімі болған адам. Және ол Қытай тілін өте жақсы меңгерген, сол арқылы Шиямбының тілмәші болады. Ел ішінде сыйлы адам еді. Ол төртеуілдің бас күрдайы болған. Демежан ол елдің қамын жеген, ел үшін отқа талай рет жанып, суға талай рет батқан. Демежан әлсізге қорған болған және халдай деген ұлттан қорықпай, ашық қарсылық көрсеткен. Демежанның бойы ұзын, аққұба, еңселі жігіт еді. Қазақтардың рушыл саясатына кейде көңілі толмай, неге оның көңілі толмайды? Себебі өзі Найманға үкірдай болғанымен, оның руы Керей еді. Ол қалай төртуылдың бас үкірдайы Керей болып шығады.
және қалай Найман Керімбайдың ұлы Керей болып шығады. Оның өзінің оқиғасы бар. Керімбайдың қарындасы бар, және ол қарындасы Керей жігітпен көңіл қосады. Ал ол Керей жігіт сол ауылда жалшы болып жүреді. Бірақ үлкендер оған рұқсат бермейді. Сөйтіп, қос ғашықтар екеуі қол ұстасып қашып кетеді. Бірақ арттарынан қуғыншылар түседі, оларды күшпен ажыратады. Бірақ Керімбайдың қарындасы жүкті болады. Сөйтіп оның толғағы қиын болып, ол және ғашығынан айырылғаннан кейін қайғы құсасы бар, солай 1 жылдан кейін қайтыс болады. Сөйтіп дүниеге Демежан келеді. Демежан туралы тағы айтайын. Демежан ол елін ойлап Шиямының алдына талай рет барған. Ол халыққа салынған салықтардың ауыр екенін айтып, салықтан босатқан. Ол салықтар қан бажы, сары ноқта және қара шығын деп аталады. Демежанның тағы да еліне тигізген пайдасы Қараүңгір мен Абдыра өзендерінен бұрып алатын 2 тоған суға қағаз жасатып әкеледі. Бұрыннан тоғандар Қалдай ұлтының қолында болады, және қазақтарға одан су тартуға тыйым салынған еді. Бірақ Демежан өзінің елі үшін талай жылдар бойы олармен күресіп, Шиямының алдына талай рет барып, сол Абдыра мен Қараүңгір өзендерінің бойынан 2 тоған суға қағаз жасады. Және қазақтар емін-еркін егіншілікпен айналысатын болды. Демежан қазақтың қарапайым балаларын ойлап, оларға мешіт, медресе ашуға үлкен көмегін тигізеді, және сырттан ұстаздар алып келуге септігін тигізеді. Халдайлармен ерегес кезінде де Демежан басшы болып, олардың сазайын тарттырған еді. Бұл туралы мен кейін үзіндінің кезінде айтатын болам. Демежанға қастық ойлайтындар да аз емес еді. Солардың бірі Ысқақ. Ысқақ туралы айтайын. Ысқақ бұл Демежанның басты қарсыласы деп айтсақ та болады. Ол әділетсіз, билікке жақын, сол халдайлармен бірігеді Ысқақ, және Демежанға қарсы әрекеттер жасайды. Соның ішінде тіпті оны өлтіргісі келеді, тіпті оның көзін құртқысы да келеді. Бұл кейіпкер арқылы ішкі сатқындық пен билік үшін күрестің қауіпті жақтары көрсетіледі. Ысқақ өзі жауыз адам болады. Бірде олар салық жинаймыз деп Найманның руларына барады. Ол Найман адамдары оған салық бермейміз дейді. Сол кезде Ысқақ өзінің жауыздығын көрсетіп, осы қазақтарды, өзінің қазақтарын аяусыз ұрып сабайды, шамадан тыс сабайды. Және ол Демежан десе Ысқақтың қаны басына шабады. Ысқақ Демежанды көре алмайтын еді. Одан бөлек мен Керімбай Зәңгі туралы айтайын. Керімбай Зәңгі деген ол Демежанның әкесі. Ол Төртуыл руының алғашқы бас өкірдайы болады. Елді бірлікте ұстаған, беделді сыйлы кісі еді. Дүнген көтерілісі кезінде Керімбай Цин империясына қарсы шықпай, нейтралды позицияда болады. Сол арқылы ол Шиямбының үлкен сеніміне қалады. Яғни Шиямбы оған үлкен сенім білдіреді. Бастапқыда Керімбай Демежанның егіншілік идеясын қолдамайды. Оған осы мал шаруашылығы дұрыс деген ойда болады. Бірақ кейін Керімбай осы Демежанның егіншілік арқылы пайдасын көргеннен кейін, егіншіліктің жемісін көргеннен кейін өзінің ойы қате екенін түсінеді. Керімбай аурудан қайтыс болады. Ол көз тірісінде Демежанға ешкім қастандық ойламайтын еді, ешкім қарсы шыға алмайтын еді. Бірақ Керімбай өлгеннен кейін Демежан өзінің қорғанынан айырылады. Және мен Бибі туралы айта аламын. Бибі бұл Демежанның жан жары. Ақылды, көрікті, дана әйел. Ол ел ішінде сыйлы әйел болады. Жарлыға көмектескен, жыртығын жамаған, қолда барын аямаған әйел. Демежан Бибінің қасында өзін өте керемет сезінеді. Бірақ Бибінің де өзінің ішкі қайғысы бар. Ол бала көтере алмады. Бибі оны өзінен көреді. Өйткені бой жеткенше еркек шора болып киініп жүргенмін дейді. Бұл рас. Негізі Демежан Бибіге емес, оның әпкесіне үйлену керек еді. Бірақ сол әпкесіне, ол бұрын әпкесіне ұрын барып жүрген кезде, сол Бибіні көретін еді. Бибі еркек шора болып киініп алған. Оны бірінші көргенде бала деп те ойлап қалады. Бірақ амал не, Бибінің әпкесі іш кірнесінен қайтыс болады. Сөйтіп 2-3 жылдан кейін Бибіге үйленетін болады.
бибі ол кезде бой жетеді, бірақ және бұрынғы әпкесінен әлде қайда сұлу, әлде қайда қылықты болады. Солай екеуі қосылған екен. Бибі Тимежан үшін бір төсекті Ырысқанмен бөлісті. Ырысқан деген ол Тимежанның екінші әйелі. Ол бибі Ырысқанды көндіріп, оған әйел етіп алып берді. Бибі өзі оңаша қалған кезде Құдайға жалбарынып, Құдай, осы Тимежанға бала сыйлай көрші деп дұға оқитын еді. Тимежан мұны көріп қайран қалады. Өзінің бибісінің алтын екенін түсінеді. Және бастапқыда бибі мен Ырысқан екеуінің арасы өте жақсы болады, бірақ Ырысқан бала туғаннан кейін оны қылығы өзгеріп, нағыз көкбет қатынға айналады. Бірақ мұның өзіне де бұл қиындықтарды Тимежан артпай, мазасын алмайтын еді бибі. Сондай өте керемет адам болған. Және тағы бір кейіпкер Күдері би. Ол Смайыл зәңгінің ұлы, Тимежанға үнемі қолдау білдіріп, оны өзіне үлгі етіп қабылдаған. Ол рухани мәдениетке жақын тұлға. Ол мешіт салдыруға, жыр айтуға және жамағатты біріктіруге тырысқан адам. Ол өте жақсы айтысқан. Күдері мен дәмелі деген айтыс бар. Және Күдері дәмелінің әлсіз жерін тауып, оның бетіне басады. Және солай дәмелі жеңілет, еңіреп кетіп қалады. Күдері би ол қарапайым халықтың жан дүниесін түсінген, мұңын жырлаған. Керімбай зәңгі қайтыс болған кезде де осы Күдері келіп, оған арнайы жоқтау білдіріп кеткен. Және осы Күдері би дегеніміз Қабдеш Жұмаділдің атасы болып табылады. Және Алматыда осы Күдері биге байланысты Күдері бидің атына көше бар. Шиамбы туралы айта кетейін. Шиамбы ол шәуешекті басқарып отырған Маңшын жұртының адамы, биліктің ресми өкілі. Өзі кезінде апиынға тәуелді болған. Шиамбы да кезінде Тимежанның қорғаны болады. Шиамбы бар кезде ешкім Тимежанға қарсы әңгіме айта алмайтын еді. Шиамбы қартайған кезінде той жасайды. Той жасаған кезде де Тимежаннан артық тамада болмайды. Шиамбы Тимежанның сөзіне құлақ асып тыңдайтын еді. Және сол арқылы Тимежан Абдыра мен Қараүңгір суларын пайдалануға рұқсат алды. Шиамбы Тимежанды қорғаған сәтін біз мына үзіндіден көре аламыз. Доқалдай, Шихалдай, Бақалдай деген халдай ұлтының өкілдері жиналып, Тимежанға шағым түсіру үшін осы Шиамбыға барады. Бірақ Шиамбы ол Тимежанды қорғап, осы халдайларды орнына қояды. Тіпті халдайларының өзінің ісі дұрыс емес екенін айтып әшкерлейді. Сөйтіп жөніне қояды. Матенамбыны айта кетейін. Осы Шиамбыдан соң билікке келген халдай тұқымынан шыққан адам, ол императорға бүлік кезінде қажет ресурстарды қорғап, зақым тигізбей апарған үшін Шиамбының орнына қойылады және оған үлкен шен береді. Осы Матенамбы деген ол соғысқа қатысқан айласы мықты адам және ол ешкімді аямайтын еді, жауыз адам еді. Осы Доқалдай, Ысқақ және Байсерке деген адамдар Матенамбыны бірінші күтіп алып, Тимежан туралы наразылықтарын айтып оған қарсы қояды. Матенамбы да оңай адам емес. Бір жыл бойы қазақтар былай зерттейді. Сөйтіп әрқайсысына арналған папкалар бар. Мысалы, ең үлкен папка, яғни досье осы Тимежанда болады. Осы Тимежанға түскен өтірік арыздар өте көп болады. Және Матенамбы осы Тимежанның көзін құртуға шешеді. Өйткені бұл үлкен қауіп қатер еді. Және халдайлардың адам туралы айта кетейін. Доқалдай деген адам бар. Ол халдайлардың белгілі адамы, беделді адамы. Ол Тимежанның егін егу кәсібіне қарсы шығады және Абдыра суын бөліспейтінін айтады. Сөйтіп өзінің әскерлерін сол қарауылға оқып қояды. Және Доқалдай деген өте мақтаншақ адам еді. Оны біз Шиамбының тойында көре аламыз. Ол халдайлары мақтайды және Ежен ханның сүйікті құлдары деп атайды. Ежен хан деген сол император. Доқалдай, осы Доқалдаймен қақтығыс болады. Мұны мен кейін айтам үзіндінің кезінде. Осы Доқалдай Ысқақ пен Бумыңжан деген інісі бар. Соны жіберіп, Тимежанды өлтіруге бұйрық береді. Сөйтіп, Ысқақ пен Бумыңжан деген адам қалың орман ішінде Тимежанды мылтықпен көздеп, ұзақ аңдиды. Сөйтіп, сәті келген кезде оны атады. Бірақ та ол оқ Тимежанға тимей, Тимежанның итіне тиеді.
сөйтіп Демежан бір ажалдан аман қалады. Бұл да бір Доқалдайдың жасаған жауыздығы. Және осы қазақтар туралы айтайын. Қазақтың палуаны Бөке. Ол бұрын палуан болған, ел намысын жерде қалдырмайтын адам еді. Кейін Демежанның егіншілік бастамасын қолдаған, еңбекпен айналысатын үлкен кісі болды. Романда ол халық үшін пайдалы кәсіппен айналысу, жаңа өмір салтына өту мәселесін бейнелейді. Абдыра мен Қараүңгір суларынан тоған жасауды өзі мойнына алды және оның басы қасында жүрді. Байсерке деген кісі бар. Ол да бұрынғы палуан. Романда айтады, осы Байсерке деген керейдің палуанымен күреседі және оның қабырғасын сындырады. Бірақ Байсеркеде уақыт өте келе өзгереді. Ол барымташы ұрыға айналады. Осы бір құмалақ бір қарынмай шіртеді дейміз ғой. Сол секілді басқа рудың адамдары Демежанға қарап осы Байсеркені айтып кемсітетін еді. Және Байсерке бірде бір қалмақтардың жылқысын ұрлап алып кетеді. Соның артынан қалмақтың қуғыншылары келеді, Демежанмен кездеседі. Және Демежан осы Байсеркеге барып оны тінтейді. Бірақ Байсерке мойындамайды. Сол кезде ұзақ келіссөздің кесірінен мынандай бір келісімге келеді. Ол келісім не деп аталады? Бұл қара күмән деп аталады. Бұл не? Адам үстіне кебін киеді және қазылып тұрған көрден секіріп аттау керек. Және қолына Құран ұстап тұрады да былай айтады екен: егер қылмысқа титтей де қатысым болса, Құдайдың құлы болмай кетейін дейді. Және осыны айтып, Байсерке секірейін деп жатқан кезде оның Қойшыбай деген інісі бар. Сол інісі ұрлықты мойындап әшкере болып қалады. Содан Байсерке абақтыға айдалады. Және сөйтіп Демежанды жек көріп кетеді. Мен тағы Ыбырай деген байбатша және Рамазан Шәнішев деген татардың белгілі байларын айта аламын. Олар Демежанның достары. Олар сауда мен экономикалық байланыс тұрғысынан шығарманы байытады. Олар ешқашан Демежанның көмектерін аямаған және өте жақсы араласып тұрған. Тағы Бабалық деген кісі бар. Бұл Шәнішевтің қолында жұмыс істеген қазақ жігіті. Бірақ кейін сауданың ебін тауып, тиыннан тиын құра үйренеді. Ол да сол байлардың қатарына кіреді. Шығармада қандай салт-дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Жалпы бұл шығармада қазақ халқының тұрмыс салты мен дәстүрлері өте кең көрсетілген. Біз бұны қайдан көре аламыз? Мысалы, отбасыға қатысты дәстүрлер бар, малға, туған жерге байланысты дегендей. Мен байқағаным бойынша осы романда той деген кем дегенде 2 рет болады. Сол бір той, ол Күдері деген бидің үйлену тойы. Ол кезде Демежан мен Бибі екеуі бас құда болып барады және басқа ауылға барады. Ол ауыл Ақпатшаның жеріне қарай деген. Сөйтіп Күдеріні үйлендіреді. Бұл жерде мен қандай салт-дәстүрлерді көрдім? Мен келіншекке жар айтуды байқадым. Одан бөлек айтысты байқадым. Және Күдері би өзі сондай сал-сері, рухани жағынан бай адам болған. Ол домбырасымен өлең айтады. Және тағы жоқтау, жалпы негізінде Күдері бидің жоқтау айтқанда көрдім, осы Керімбай қайтыс болғаннан кейін. Сонымен қатар менің тағы байқаған салт-дәстүрлерім ол қайын жұртқа барған кезде байқалады. Бізде қазақта мынандай бар ғой, нағашы жиеніне 40 серке беру керек деген сөз. Мен мұны байқадым. Осы Демежанның әйелі Бибі өзінің қайын жұртына төркіндетіп барады. Сол кезде ол Бибінің әкесі осы Бибіге 40 серкені береді. Яғни бұл болашақ жиеніне арналған. Мен осыны салт-дәстүрді көрдім. Содан бөлек мен тағы не айта аламын? Осы романда отбасымен үйлену дәстүрлері айқын бейнеленгенін білем. Және Демежанның әйелдері Бибімен ырысқан. Сол кездегі әйелдердің рөлін көрсетеді. Отбасылық жауапкершілігі мен қоғамдағы орнын көрсетеді. Ер мен әйелдің бірін-бірі сыйлауы, отбасыдағы әдеп, той рәсімдері мен салтанат оқырманға нақты суреттеледі. Тағы мен Әсет ақынды айта аламын. Ол өзі сол Демежанның ауылына келіп түседі. Сол кезде бірнеше өлеңдер айтады, Абайдың өлеңдерін айтады. Біржан Сары айтысын айтып береді.
солай адамдарға рухани мәдениетті бөліседі, рухани мәдениетті көрсетеді. Осы шығарманы оқып шыққаннан кейін сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Мен бұрын тарихты тек факт деп қабылдайтын едім, бірақ осы кітапты оқығаннан кейін бұл мен сол адамдардың орнында болдым десем де түсінемін. Сол адамдар арқылы мен олардың қалай өмір сүргенін нақты түсіндім. Мысалы, шекараның мәселесі ол тек картадағы сызық емес, сол жердегі адамдардың өміріне әсер ететінін білдім. Өйткені ол жерде Димежан қасында бір орыс және Цинь империясының адамдарымен шекараны бекітейін деп келе жатқан кезде бір ауылдың үстіне өтеді. Сол ауылдың адамдарына екі таңдау болады. Немесе Еженханға барасың, немесе Ақпатшаға барасың деген сөз. Сөйтіп, ол адамдар өзінің тұрған жерін тастап, Цинь империясына кетіп қалады. Бұл Диқанбай деген адам болатын еді. Және сонымен қатар руаралық қатынастар және билікке талас туралы да бір көп нәрсе түсіндім. Жалпы сол жердегі рулар бәрі де сол билікке дәмелейді, бәрі де билікті қалайды, бәрі де үкірдай болғысы келеді. Мысалы, осы романның соңында айтылады бұл туралы. Көбі үкірдай болғысы келіп, Димежанға қарсы шығады және өтірік жала жабады. Өтірік наразылық білдіріп, өтірік қол қояды. Және тағы да бір жаңалық білдім, ол Найман рулары туралы. Найман жалпы Төлегетайдан 4-ке бөлінеді екен. Қаракерей, Садыр, Матай, Төртуыл. Осыны түсіндім. Және мен бұларды бұрын білмейтін, осы кітапты оқығаннан кейін біліп жатырмын. Және Найман достарыма кейде Найманның қайсысың деп сұрақ қоямын. Жалпы бұл кітап маған тарихты жай ғана оқып қоймай, оны сезінуге болатынын көрсетті. Кітап оқу кезінде қандай көңіл күйде, қандай сезімде болдыңыз? Мен кітапты оқыған кезде бірнеше сезімде болдым, әртүрлі сезімдер. Бірде күлем, бірде қуанам, бірде жаным ашиды. Осы кейіпкерлердің жалпы әрекеттері маған қызық болды. Мен осы әділетсіздік сәттерінде кейіпкерлерге қатты жаным ашитын еді. Димежанның батылдығы туралы айта аламын. Оның әділдігі ерекше болды. Мысалы, ол халық үшін күреседі, әділетсіздікке қарсы тұрады. Ал мысалы Ысқақ сияқты адамдарды көргенде бір өзіңнің ішінен қарның ашады, оған ренжисің. Және сондай адамдардың қазір де бар екенін түсінесің. Осы романды оқып отырған кезде мен қазақ қоғамының сол уақыттағы өмірін көріп отырдым. Шекара, билік, руаралық қақтығыстар, салт дәстүрлер бәрі де өз әсерін береді. Кейде мен өзімді сол кезде жүргендей болып сезіндім. Жалпы кітапты оқып отырған соң мен көңіл күйім аралас болды. Маған қатты әсер еткен кез романның ең соңындағы үзінді. Мен бұл жерде тіпті жылап та жібердім. Мұны енді үзіндің кезін айтатын боламын. Және кейіпкерлердің тағдыры әрине оңай болған жоқ. Мен сол кезде түсіндім, бұл жай ғана кітап емес, бұл деген бір адамдардың өмірі, адамдардың тағдыры. Бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Мен мұны достарыма және жақындарыма міндетті түрде ұсынар едім. Себебі ол жай ғана оқиға емес, бұл шынайы өмірге жақын, адамды ойландыратын шығарма болды. Біріншіден біз кітап оқу арқылы өзіміздің тарихымызды жақсырақ түсінеміз. Және қарапайым фактілерден бөлек тарихты көзбен көрген біздің есімізде жақсы қалады. Екіншіден, осы шығарма қазіргі таңда да барып мәселелерді көтереді. Ол әрине қазақтың ішіндегі алауыздық, көре алмаушылық, билікке талас, сатқындық деген секілді. Және тағы да бір себебі кейіпкерлері қызық. Мысалы, Димежан сияқты адамды көргенде өзің де ойланасың, мен оның орнында не істер едім деп. Шынымен де мен негізі Димежан сияқты ойланатын болып кеттім. Және ең бастысы бұл кітап саған эмоция береді. Және сен оны оқып отырып, мана айтқандай, бірде күлесің, бірде жылайсың, бірде қуанасың, бірде жаның ашиды деген секілді. Тіпті интрига өте қызық болады. Мен мұны алдағы үзінде айтамын. Және сол үшін мен бұл кітапты оқып көр демеймін, міндетті түрде оқы деп айтатын едім.
Шығарманың авторы туралы не білесің? Шығарманың авторы Қабдеш Жұмаділ. Ол кісі 1936 жылы Қытай Республикасы Шыңжаң ұйғыр аймағында, Тарбағатай аймағында Малдыбай деген ауылда дүниеге келген. Ол 1960 жылдары Тарбағатай өңірінен шекараны бұзып, Қазақстанға көшіп келген адам еді, қоғам қайраткері болды. Ол осы Алматыға үлкен серпінмен көш алып келеді, және осы Қабдеш Жұмаділ Әл-Фараби университетінде оқыды. Мен оның Тағдыр романынан бөлек басқа да кітаптарын оқыдым. Мысалы, Дарабоз романы. Бұл романды оқып отырған кезде сен негізі Қабдеш Жұмаділдің тілі бөлек, өте түсінікті, өте нақты жазылған. Мен осы Дарабозды оқып отырған кезде сол 1740 жылдардың ішінде жүрген секілді болдым. Өйткені кітапты оқып отырасың ғой, сен сол кезде Бұқар жырау, Абылай хан, Төле билердің астында үлкен дау мәселесін шешіп отырасың. Және осы Дарабоз романында Қабанбай батырдың ерліктері туралы айтылады. Оның аты туралы әңгіме бар. Қабанбайдың әкесінен қалай айырылғаны, қалай Қабанбай атанғаны, қалай қазақтың жерін жоңғардан азат еткені, Қытаймен байланыс, соның бәрін Қабдеш Жұмаділ өте керемет түрде бізге жеткізеді. Және одан бөлек мен оның басқа да повестерін, әңгімелерін білем. Мысалы, Тіленші деген повестін білем. Одан бөлек Ажалдан қашқан деген әңгімесін мен осы ютубта Қуат Ахметжановтың каналынан тыңдағанмын, өте әсерлі. Бұл Қытайдағы бұл сөйшекте болады. Қытайда тек қана бір бала тууға рұқсат етеді, ал сол кездегі кейіпкерлер 2 бала туады. Сол үшін олар ажалдан қашып Қазақстанға келеді. Одан бөлек мен Қоңыр ақын деген әңгімесінде білем, оны да ютубтан тыңдағанмын. Әрине бұл 21+, бірақ өте әсерлі екен. Және мен болашақта оның Соңғы көш романын оқығым келеді, және Академиктің Көз жасы деген кітабын, Көкжал деген кітаптарын оқығым келеді. Негізі Қабдеш Жұмаділ жазу стиліне қарасақ, ол оқиғаны артық жазып кетпейді, яғни әсірелеп те жазып кетпейді, және жеткізбей де қоймайды. Ол қалай бар, солай жазады, дәл ортасы. Сол үшін ол әрине оқуға жеңіл болады, мағынасы терең болады. Және тағы бір байқағаным, ол көбінесе өзінің көзімен көрген, өзі сезінген тарихты жазады. Әсіресе Қытайдағы қазақтардың тағдыры, көші-қоны туралы айтады. Сол үшін оның шығармалары шынайы сияқты әсер қалдырады. Сонымен қатар ол тек тарихта ғана емес, қазақ қоғамындағы мәселелерді де көрсетеді. Мана рушылдық, көреалмаушылық және тағы да басқалары. Жалпы менің ойымша Қабдеш Жұмаділ осы қазақтың тарихын қызықты әрі түсінікті етіп жеткізе алатын мықты жазушы. Оның шығармаларын оқыған сайын мен тарихты жақсы білем, және білім тереңдей түседі. Сонымен қатар студенттер әр тарихи кезеңдегі қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктерімен көтерілген тақырыппен таныс болу керек деген жерге келдім. 1920-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті, социалистік реализм. Мен социалистік реализм туралы айтайын осы кездегі. Осы 20-60 жылдардың кезінде жалпы бұл кезеңде әдебиет қатты өзгереді. Себебі бұл уақытта кеңес өкіметі орнап, барлық сала секілді әдебиетке де бір үлкен күш түседі. Әдебиет те сол жүйеге бағынады. Яғни жазушылары еркін жаза алмайды, бәрі мемлекеттің қадағалауында, бәрі цензурадан өтеді. Және мемлекет қалай талап етсе, олар солай жазуға мәжбүр болады. Және осы кезеңнің негізгі бағыты социалистік реализм. Бұл деген өмірді шынайы күйінде емес, кеңес үкіметіне тиімді етіп көрсету. Яғни барлығында социализмді жақсы қылып көрсету керек, халық бақытты болу керек, бәрі дамып жатыр, бәрі керемет деген идея болу керек. Мысалы, қандай шығармаларды айта аламын? Қарапайым жұмысшы, мысалы, колхозшы адамдар, мысалы, басты кейіпкер болады шығармаларда. Мысалы, олардың еңбегі бағалану керек шығармаларда, және қоғамға пайдалы болып көрсетілу керек.
байлар және тағы да басқа қазақтың шонжарлары бізге жағымсыз кейіпте көрсетіледі. Мұның мысалдары бар. Мысалы, алдар көсен айта аламын. Байды жаман қылып көрсетеді, кейде жақсылық көрсетеді. Негізі бай деген ол бірінші деген сөзді білдіреді және бір рудың басшысы. Бір руға қарайды, өте қамқор болады, бәрін шешеді. Осы кезеңдегі жазушылар кімдер? Мұхтар Әуезов ол үлкен еңбек етті. Әрине Мұхтар Әуезов деген кезде біз Абай жолы романын айтуымыз керек. Ол әдебиеттегі ең ірі шығармалардың бірі және қазақтың өмірін көрсетеді және жаңа заманның да бір серпіні байқалады. Сәбит Мұқановтың мысалы Ботагөз романы бар. Бұл шығармада революциядан кезіндегі халықтың өмірі және қоғамның қалыптасуы көрсетеді. Ғабиден Мұстафин, оның Миллионер, Шығанақ деген романдарында қарапайым еңбек адамы, колхоз өмірі көрсетіледі және еңбек арқылы жетістікке жету идеясы көрсетіледі. Ғабит Мүсірепов бар. Оны Қазақ солдат деген шығармасында соғыс кезіндегі батырлықты дәріптеуін көреміз. Отан қорғау, патриоттықты дәріптегенін көре аламыз. Жүсіпбек Аймауытов Қартқожа романы өте маңызды. Бұл шығармада қарапайым қазақ жігіті Қартқожаның өмірі, оның қоғамдағы өзгерісті қалай қабылдағанын көрсетіледі. Ең бастысы оқуға, білім алуға шақырғанын көре аламыз. Жалпы менің ойымша ол кездегі кеңес жазушыларына олардың өмірі оңай болмаған. Себебі олар шындықты толық жеткізе алмады, толық жаза алмады. Бәрі міндетті цензурадан өтіп еді. Кейбір тақырыптарды ашық айтуға болмады. Бірақ соған қарамастан шындықты жасырын түрде астарлап жеткізгісі келді. Тағы бір маңызды мәселе, ол кезде әдебиет халықты бір тәрбиелеу құралы ретінде көрсетілген, пропаганда ретінде көрсетілгендер болды. Осы кітаптар арқылы адамдарға қалай өмір сүру керек және қандай болу керек деген идеяларды айтты. Жалпы осы 20-60 жылдарда қазақ әдебиет тек әдеби кезең емес, ол сол уақыттың саясатын, идеологиясын, халықтың өмірін көрсететін үлкен тарихи кезең. Осы арқылы біз сол заманды жақсы түсіне аламыз. Енді 1960-1990 жылдардағы жазушылар мен ақындардың шығармашылығын айтайын. Бұл кездегі әдебиетке айтсақ, бұл алдыңғы уақытқа қарағанда біршама өзгерген. Бұрын бәрі идеологияға бағынса, бұл кезеңде жаңа серпін, жаңа леп болды. Адамдар кішкене еркінси бастады, бірақ бәрібір толық еркіндікке қол жеткізе алған жоқ. Бірақ ойды астарлап жеткізу көбейді. Бұл кезеңде жазушылар тек социализм мадақтап қана қоймай, адам ішкі жан дүниесіне, қоғамдағы шынайы мәселелеріне көбірек назар аудара бастады. Мысалы, Ілияс Есенберлин көшпенділер трилогиясын алайық. Бұл шығармада қазақтың тарихы, хандар туралы және елдің қалыптасуы өте қызықты түрде жазылған. Бұрын тарихи тақырыптарға көп бара бермесе де, осы кезеңге тарихқа қызығушылық қайта ояна бастайды. Сонымен қатар Әбіш Кекілбаев, Үркер, Елең алаң деген романдары бар. Бұл шығармаларда тарихи тақырып, қазақ халқының тағдыры, күрделі кезеңдері көрсетіледі. Бірақ ол жай ғана тарих емес, терең ой, философияда бар. Үркер романында біз, Үркер шығармасында біз нені байқаймыз? Сонда Әбілқайыр хан туралы жазады. Бұл да қазақтың тарихы туралы болады. Оралхан Бөкейдің шығармалары, мысалы Қарғызы, Атау керек, Кербұға деген секілді. Бұл жерде адамның ішкі сезімі, жалғыздық, өмір туралы ойлары көп айтылады. Оны оққанда бір түрлі ойға қаласың. Және Оралхан Бөкейдің тілі өте бөлек болған. Дулат Исабеков Гауһартас повесінде қарапайым ауыл өмірі, адамдар арасында қарым-қатынас өте шынайы көрсетілген. Ал ақындарға келетін болсақ, Мұқағали Мақатай. Оның өлеңдері бұл кезеңде танымал болған, оның өлеңдері қарапайым, бірақ өте терең. Мысалы, туған жер, өмір, махаббат туралы жазғандары көп адамға жақын. Сонымен қатар Олжас Сүлейменовтің шығармаларын айтсақ болады. Мысалы, Аз Ия деген кітап және Адамға табын жер енді деген секілді. Ол тек ақын емес, қоғам туралы ойларды айтқан еді. Менің байқағаным бойынша, бұл кезеңде әдебиет біршама тереңдей түскен. Яғни тек жақсы өмір деп көрсетпей, адамның шынайы сезімі, қоғамдағы қиындықтар
өмірдің мәні сияқты тақырыптар көтеріледі. Жалпы осы 1960-1990 жылдары әдебиет маған қызық негізінде. Ол жерде адамдар өзінің ойын тікелей айтпаса да астарлап жеткізе салған. Енді оқып отырған кезде де өзіңде бір ойланып қаласың. Сол үшін бұл кезеңдегі әдебиет бұл әрі тарихи, әрі философиялық, әрі адамға ой салатын әдебиет деп есептеймін. Тарихи сананы қалыптастыруда тарихи тақырыптағы көркем шығарманың рөлі мен маңызы. Негізі тарихи тақырыптағы көркем шығармалар қазақтың тарихи санасын қалыптастыруда өте маңызды рөл атқарады. Өйткені біз оқыған кітап арқылы біз тек оқиға мен кейіпкерді ғана көрмейміз. Сол арқылы ата-бабамыздың қалай өмір сүргенін және қандай қиындықтар мен сынақтардан өткенін көре аламыз. Мысалы, Ілияс Есенберлин, қайтадан Көшпенділер трилогиясын алайын. Бұл шығарма арқылы біз қазақ хандығының қалай құрылғанын, оны негізін кім салғанын, қалай қалыптасқанын, қандай тайпаларға біріккенін, кімдермен соғысқанын, қалайша тәуелсіздікке қол жеткізгенін, қалай өзінің елін азат еткенін, солардың бәрі нақты көрсетілген, соны көре аламыз. Және тарихты тек қана, тарихты біз оқыған кезде тек даталар мен бір оқиғалар деп білсек, Есенберлиннің шығармасында біз тірі кейіпкерлер арқылы көз алдымызда көреміз. Тағдыр романында да ондай әсерлер бар. Қабдеш Жұмаділов бізге осы 19-20 ғасырдың кезіндегі қазақтардың өмірін осы тағдыр романында айтып кеткен. Манағы айтқанымдай, Цин империясы мен Ресейдің арасындағы халық, қазақ қоғамының өмірі, рушылдық, және Мұхтар Әуезовтің Абай жолын айтайын. Бұл жерде қазақтың өмірі, салт дәстүрлері бәрі айтылады. Сол арқылы біз қазақтың өткенін ғана түсініп қоймаймыз, әлеуметтік, моральдық құндылықтарын да үйренеміз. Сонымен қатар, тарихи тақырыптағы шығармалар ұлттық санаға, патриоттық сезімдерге әсер етеді. Мысалы, біз оқыған кезде өзімізді кейіпкермен салыстырамыз. Олардың қиындықтарын сеземіз және батырлықтарын бағалаймыз. Бұл тек білім беріп қана қоймайды, адамның ішкі ой пікірін қалыптастырады. Сыни ойлау қабілетін де кішкене жақсартады деп айта аламыз. Жалпы айтқанда, осы тарихи тақырыптағы көркем шығармалар бұл тек тарихты еске салатын құрал емес. Бұл тарихты өмір сүретіндей, көз алдында жүретіндей қылып көрсететін құрал. Сен бұл арқылы өзіңнің өткеніңді білесің, және қалай өмір сүргенін білесің, тұрмыс салтын білесің. Сол себепті тағдыр романы, Көшпенділер трилогиясы, Абай жолы сияқты романдарды оқу тек қана қызықты емес, ол білім береді, түсінік береді, адамға ой салады. Енді Қазақстанның халық жазушыларын айта кетейін. Әрине, Қабдеш Жұмаділден бастайық, романның авторы. Осы қазақ әдебиетінде тарихи тақырыптарды көп көтерген. Әрине, тағдыр романы, Дарабоздың өзі жетіп жатыр негізінде. 2 томдық кітап. Оның ішінде жоңғарлармен қалай соғысқаны, қалай жерді азат еткені туралы айтылады. Бәрі қызық. Және Әбіш Кекілбаев, қазақ әдебиетіндегі ерекше тұлға. Ол мысалы Үркер деген шығармасында тарихи тақырыппен бірге адамның ішкі жан дүниесін көрсетеді, қоғамда қиындықтарын, адамның тағдырын көрсетеді. Мысалы Шыңырау деген повесті бар. Бұл осы Маңғыстау жеріндегі құдықшылар туралы айтылады. Бұл да бір тарихтың бейнесін береді. Өйткені Маңғыстаудың өзі құрғақ, шөлейтті жер болғандықтан су табу қиын болады. Ал сол жерде құдықшылардың рөлі өте үлкен болған. Әбіш Кекілбаев соны көрсетеді. Олар құдық қазады, құдықтың өзі бөлінеді. Шыңырау деген өте терең, 150-200 метрге дейін, тіпті одан да көп болады. Мен қазір есіме түспей тұр. Үлкен құдық болады, Шыңырау деген соны қазады. Солар туралы жазады. Бұл да бір тарихтың бір белгісі. Дулат Исабековтың шығармалары өте ерекше. Негізі Дулат Исабековтың әр шығармасында басқа адам жазған секілді бар. Дулат Исабековтың бұл үлкен ерекшелігі. Ол ауылдың өмірін,
адамдар арасында қарым-қатынас шынайы көрсетеді. Мысалы, Термине повестін айтайын. Осы мен Термине повестін оқығанмын, және қарапайым адамдардың өмірі, олардың өзара сенім мен сыйластықтар туралы айтылады, күрделі жағдайдағы шешімдерін көрсетеді. Термине повестінде адамдар герминий жинайды. Герминий деген ол шөп. Қария мен кішкентай немересі герминий жинайды. Оның қасына бір үлкен дегенде жасы 30-дарға келіп қалған кісі оларды сабайды, ұрады, солардың қасында жұмыс істейді. Сөйтіп бүкіл ақшаны өзіне тартып алып кетеді. Бұл жерде де адамның аш көзі көрінеді. Бекет шығармасы бар Дулат Исабековтың. Онда қазақ қоғамының тұрмысы көрсетіледі, дәстүр мен әділетсіздіктері көрсетіледі. Тағы не айтсам ба, Төлен Әбдік туралы айта аламын. Ол қазіргі заманғы қазақтың жазушысы. Оның шығармалары көбінесе адамның мінезі, қоғамдағы әділетсіздік пен шынайылықтарды белгілейді. Мысалы, оң қол шығармасында адамның өмірлік таңдауы, өз ісінің салдары көрсетіледі. Парасат майдан шығармасы бар. Онда да қоғамдағы әділет, моральдық құндылықтар, адамдар арасындағы қарым-қатынас терең зерттеледі. Негізі бұл мен парасат майдан оқығанмын. Осы жердегі кейіпкер негізінде философиялық ойлар көп айтылады осы шығармада. Және кейіпкердің екі тұлғаға айналуы. Ол бір ұйықтайды, келесі күні басқа адам, оның келесі күні басқа адам. Өзінің ішінде екі адам өмір сүріп жатады. Өзімен өзі хат алысып, хат жазып алмасады, және күн сайын өзін өзі солай іздейді. Кім менің хатымды оқып жүр, кім менің жазбаларымды оқып жүр деп ойланады. Бұл жерде де осы адамның моралі, құндылықтары көрсетіледі. Мен үшін халық жазушыларының ең үлкен мәні тарихты, салт-дәстүрді қоғамдағы тірі кейіпкерлер арқылы көрсетуінде. Оларды оқыған сайын біз қазақтың өткенінде ғана емес, жалпы халықтың рухын, мәдениетін, ой-пікірінде де болғанын көреміз. Сондықтан халық жазушылары тек әдебиетке үлес қосқан адамдар ғана емес, қазақ халқының санасын, ұлттық рухын қалыптастырған тұлғалар. Енді үзінділер туралы айтатын болам. Жалпы менің есімде қалған керемет үзінділердің бірі ол Демежанның Халдайлармен қақтығысы. Бірінші алғышарттарын айтып кетейін. Демежан Абдыра мен Қараңгір өзендерінен тоған суға рұқсат алады, және Абдыра өзенінен су тарту үшін ол Бөкейге оны жаз бойы жер қазсын деп тапсырады. Және солай Бөке жаз бойы еңбек етеді өзінің адамдарымен. Солай тоған суды тоғанға су жібереді. Су жібергеннен кейін бәрі жақсы болады, бірақ келесі түні бір хабар келеді. Су тоқтап қалыпты дейді. Не үшін? Сөйтсек, Халдайлар сол жердегі суды өзіне бұрып алыпты. Мұны естіген Демежан не істейді? Өзінің қасындағы адамдарын жинайды да, Байғара, Жауғаш және тағы да басқа найманның руларына хабар беріп, кемінде 50 адамнан жасақтасын деген бұйрық береді. Сөйтіп, олардан шамамен 500 адам дайын болады. 500 адам бәрі сақадай сай. Сөйтіп, олар Бөкеннің ауылына жинала бастайды. Сол жақта адамдар келеді, бәрі жауынгерлер. Сөйтіп, ол Доқалдай мен Халдайдың беделді адамы, сол жақтың басшысы. Сонымен сөйлеспек болады. Бірінші барады, сөйлеседі, келіссөздер болады, бірақ бұл ешқандай нәтиже бермейді. Сөйтіп, ашық қақтығысқа дайындық болады. Олар бір күн дайындалады. Яғни адамдар жан-жақтан келеді, жасақталады. Және Халдайлар да бұл кезде қарап қалмайды, олар да әскер жасақтай бастайды. Және сөйтіп жүрген кезде олардың күзеті күшейеді. Тоған басындағы қарауылда 2-3 есе көбейеді. Және сол кезде қазақтарда 500 адам болады. Сөйтіп, келесі күні Демежан Бөкемен және қасында бір 50 адаммен тоғанның басына барады. Барса, Халдайлар тұр екен, қолында мылтық бар. Сөйтіп,
олар бірінші сөйлеседі, сосын тағы Доқалдай өзінің әскерлерімен келеді. Олар басында көп болып тұрады. Сөйтіп Демежан Бөкейге хабар береді, яғни ымдап оған әскерлерін шақыруды айтады. Әскерлер сөйтіп 500 адам жан жақтан атой салып келеді, бәрі Қабанбай, Қабанбай деп айқайлайды, Баймұрат деп айқайлайды. Және сол кездерде олар ашық майданға түседі. Бәрінде қолында сойыл бар. Сонымен барып жай ғана қалдайларды ұрады. Соның ішінде Доқалдай қолға түседі. Көптеген қалдайлар қолға түседі, оларды байлап тастайды қазақтар. Соның ішінде Доқалдай қолға түскеннен кейін оны келеке етеді, және Демежан оған не істейді? Демежан оның негізі Доқалдайдың айдары бар еді шашында. Сол айдарын ұстап тұрады да кесіп жібереді. Бұл қалдайларға үлкен сын. Доқалдай айтады, менің айдарымды кескенше басымды кессеңші дейді. Бірақ ол айдарын кесетте оны жайына жібереді, қару-жарақтарын алып қояды. Сөйтіп қазақтар осылайша тоғанның суын өздеріне бұрып алады да қалдайларды жеңеді. Бұл үзінді осылай бітеді. Бұл үзінді үшінші тағдыр талқысы деген бөлімнің соңы еді. Тағы бір үзінді ақшаменен самауыр қайнату. Бұл Шиямбының тойының кезінде болады. Шиямбы үлкен жасқа келеді, және де ол Жамбыл деген бекініс салынып болады. Сол үшін үлкен той жасауды шешеді. Сол жерде Демежан да болады, және екі басты кейіпкер бар осы үзіндідегі: Ыбырай және Сорокин деген орыстың байы. Сөйтіп олар не істейді? Олар негізі бір-біріне бұрыннан қарсы, бір-біріне азу шығарып жүрген. Мысалы, бірде Сорокин қоянды жәрмеңкесіне 500 өгізін сатып алып келеді. Бірақ сол жерде Ыбырай да болады, мұны естіп, өзінің өгіздерін арзан бағаға сатып жібереді. Және сөйтіп Сорокин бай өзінің өгіздерін сата алмай қалады. Және де бірде Сорокинде Ыбырайдың сатып алайын деп тұрған үйін бірнеше есе ақша қосып өзі сатып алады. Сөйтіп бұлар бір-біріне тісін қарап жүрген болады. Сөйтіп тойда екеуі кездеседі. Бұлар ішеді, мас болады, бір-біріне сөздер айтады. Сол жерде олар сөйлесіп мынандай шешімге келеді: ақшамен самауыр қайнату. Бұл бұрын соңды болмаған еді бұл жерде. Мұны былай түсіндіреді: Еуропада дуэль деген нәрсе бар. Олар атысады, бір-бірін өлтіреді. Бірақ бұл дәл соны дуэль секілді, бірақ қарумен емес, осындай ақшамен. Солай олар Ыбырайдың үйіне жиналып далада ақшамен самауыр қайнатуға дайындалады. Әрқайсысына бір-бір сандық ақшадан бәрі 1 және 3 қағаз теңгені алып беруге тырысқан. Сол жерге Демежан да келеді. Ол мұның бәрін бақылайды. Сол кезде екі самауырды алып келеді. Олардың ішін тексереді, яғни тығып қойған бір ағаштары болмасын деп дұрыстап тексереді, және де қағаз ақшаларını тексереді. Сөйтіп бәрі келісімге қол қояды, және жеңілген адам шәуешектен кетеді, және 200 жылқының ақшасын төлейтін болады. Сөйтіп олар енді көптеген сөздер айтылды. Олар ақшаны жандыра бастайды. Ыбырай негізі Демежанның досы. Ол ақшаны керосинге батырып, шиыршықтап жандыра бастайды. Ал Сорокин болса, ақшаны керосинге бір рет жандырады, бірақ тез тұтанып кеткеннен кейін ол керосинді пайдаланбауды жөн көреді. Сөйтіп ол ақшаны шиыршықтамай, тіке бүк күйінде сала береді. Сөйтіп олардың оттары жанады. Сорокин енді осыған дейін бүкіл жиған терген ақшалар ғой. Ол деген әрбір ақшаны жаққан кезде қолы дірілдейді. Ыбырай болса, ол жасы 30-ға жетпеген, әлі ақыл тоқтатпаған десек те болады. Бірақ өте бай. Сөйтіп олар ақшаны жандырады, бірде дауыстар шыға бастайды. Сөйтіп, бірақ бұл кездің өзінде де уақыт өтпей қояды. Өте көп уақыт өткен сияқты көрінеді. Сосын Ыбырайдың қасына бір Молтақ деген кедей келеді. Ол оған көмектеседі, ақшаларын жандырып. Сөйтіп Ыбырайдың
самауыры бірінші қайнайды. Бірінші қайнағаннан кейін олардың көңіл-күйі қатты көтеріледі, бәрі жақсы болады. Сауракин болса жеңілісті қабылдайды және шәуешектен кетеді. Ал 200 жылқының ақшасын қасындағы татар Шәнішевтен аласым деп айтады. Солай адамдар сол үйден ақшамен қайнаған самауырдан шай ішіп кетті. Бұл осындай үзінді болды. Және соңғы үзінді бұл дар ағашы деген 4-ші бөлімнің ең соңғы жағы, бұл шығармадағы ең аянышты үзінді еді. Бұл жерде не болады? Демежан түрмеде жатады және сол кезде оған Гаугаң деген түрме бастығынан хабар келеді. Демежаны дарға асайын деп жатыр, өлім жазасы. Сөйтіп Гаугаң Демежанға өзінің көмегін ұсынады. Ол оған түрмеден қашуға кеңес береді және түрмеден оны шығарады. Неге оған көмектесті деген сұраққа жауап, кезінде Демежан Гаугаңның өмірін сақтап қалған, Гаугаң енді Демежанның өмірін сақтағысы келеді. Кейін олар түрмеден шыққаннан кейін екеуі екі жаққа қашады. Гаугаң өзі басқа жаққа, ал Демежан болса Әсенажы деген досының үйіне барады. Бірақ Әсенажы деген досы үйінде болмай шығады, бірақ оның орнында анасы мен әйелі болады екен. Және Демежанның ұлы Олжабай да жатыр еді сол жерде. Кейін Демежан ұлына өзінің үйіне барып торы атын алып келуге тапсырады. Олжабай деген ұлы сол түні шығып кетеді, ал Демежан далада ұйықтайды. Сол жерде ол кішкене болсын еркіндіктің дәмін сезінгендей болады. Кейін таң атқан кезде Демежанның жоқ екенін күзетшілер байқайды. Сөйтіп олар бүкіл қаланы тінтуді бастайды. Және Ысқақ деген жауыз кейіпкеріміз сол Демежанның үйіне апаратын жолда оның ұлын немесе басқа біреулерді осы Демежанға көмектеседі деген адамдарды торуылдап күтіп отырады. Сол жерде ол Олжабайды көреді. Олжабай қасынан бір атпен асығып шауып келе жатыр екен. Сол жерден Ысқақ Олжабайды ұстап алып, аяқ қолын байлап, Матен Амбы деген жауыз әкімнің алдына алып келеді. Кейін олар Олжабайды қинап, оның әкесінің, Демежанның қайда екенін сұрайды. Ол Олжабай асында айтпайды, бірақ кейін кеудесіне тапанша кезенгеннен кейін ол қатты қорқады да әкесінің қайда екенін айтып береді. Сөйтіп Матен Амбы өзінің әскерлеріне сонда барсын деп тапсырады. Ол жерге уже түн болып қалған екен. Адамдар фонарьлармен келеді және Әсенажы деген адамның қорасын тінтейді, айналасын тінтейді. Демежан ол кезде қамыста тығылып қалған еді. Және соңғы бір іздейтін жер қамыс қалады. Адамдар сол қамыстың арасында шауып өтпек болады, бірақ Бұңжа деген жауыз қалдай ол жерде өртей салайық дейді. Сөйтіп өрт қойып жатқан кезде Демежан басында шықпайды. Бірақ та Әсенажы деген досының әйелін сол өртке қарай апаратқан кезде Демежан шыдай алмайды да, мана Бұңжа және қасында Ысқақты ұрғысы келеді. Сөйтіп жолбарыстай атылады, бірақ сол кезде оны әскерлер ұстап алады. Сөйтіп ол қайтадан түрмеге келеді, түрмеде бір түн өткізеді. Келесі күні оның өсіп кеткен сақалын, мұртын алады. Кейін оны дар ағашына қарай апарады. Дар ағашы деген сол дарға асайын деп жатқан кездегі ағаш. Сөйтіп ол жақта сол мана халдайлардың адамдар тұр екен, Доқалдай, Шихалдай, Бұңжа және тағы да басқа қытайлар, дүнгендер, сол жергілікті адамдар қырғазаға көп көрінбейді. Және бір жерде Байсерке, Ысқақ деген жағымсыз кейіпкерлердің тұрғанын көреді және басқа да үкірдайлардың тұрғанын көреді. Олар жала жауып Демежанға өтірік қол қойған еді. Және де оған айып тағылады. Айып тағылғаннан кейін соңғы тілегің не дейді? Сол кезде Демежан былай айтады: мен мұсылман адаммын ғой, мен соңғы рет бір намазымды оқып алайын дейді. Сөйтіп оны өзеннің қасына барады, ол дәретін алады да бір намазын оқиды. Қайтып келеді, дар ағашының жібін өзі мойнына тағады. Сол жерде ол өлімнен қорықпайды. Кейін тынысы сирей бастайды да бір кезде аяғының жерге тимегенін байқайды. Сөйтіп оны дарға асады да Демежан қайтыс болады. Ол өлгеннен кейін оның денесін ауылына жібереді, оны дұрыстап жерлейді.
Бірақ ол өлгенмен бітпейді. Тіпті Демежанның бүкіл мал мүлкін тәркілейді. Соның өзінің руластары және басқа да рудың адамдары келіп, оның заттарын талап кетеді. Бейбі жесір болады. Сөйтіп, уақыт өтеді, сол Демежанның жерлеген орында үлкен бейіт басы тұрады. Сол жерге Күдері би, Әсет деген ақындар және Ыбырай деген байбатшылар жиналады. Сол туралы өлеңдер айтады. Сөйтіп, осылай роман аяқталады.